Сәлеметсіздер ме? Мен Түркістан облысы Арыс қаласы Иван Журб атындағы жалпы білім беретін мектептің қазақ тіл әдебиеті пәнінің мұғалімі Еркінова Ләззат Дүйсебайқызымын. Бүгін сіздермен 6 сынып қазақ әдебиеті пәні бойынша ұзақ мерзімді жоспардың тәуелсіздік қасиет тұнған ұлығым бөлімінен өтілетін сабақтың тақырыбы Ерлан Жүністің «Менің атым тәуелсіздік» өлеңі. Сабақ барысында жүзеге асырылатын оқу мақсаты эпикалық, поэзиялық шығармалардағы автор бейнесін анықтау. Алып қорғанның құлағанын көрдім небәрі 6 жасымда. Алып тұлғалар жылағанын көрдім бастарын сүйеп ғасырға. Алып таулардың шайқалғанын көрдім 6 жасымда сонықтым. Алып сөздерді айталғанын көрдім кіп-кішкентай халықтың. Алып кітаптар торыққанын көрдім сол сәтті одан безінгем. Алып ойлардың қорыққанын көрдім ең бір нәзік сезімнен. Алып сағаттар тоқтағанын көрдім өлшенді уақыт жаңадан. Алып жүректер ақталарын көрдім 6 жасар баладан. Алып құрлықтар теңселгенін көрдім темір бұғаулар тозғасын. Алып заңдардың кемсеңдеуін көрдім империяның көз жасын. Алып мұхиттар толқығанын көрдім бір тамшы суға байланып. Алып тәждердің балқығанын көрдім ел таңбаларға айналып. Алып мүсіндер қирағанын көрдім сұлаған жаудай жебеден. Алып саналар жиналарын көрдім тұрғызу үшін жаңа лем. Құрыштардың да шірігенін көрдім сен боса болат тас егіл темір шымылдық түрлерін көрдім. Сахнаға шықты жас өмір 6 жасымда. Ол дүние күрсінгенде пайда болған ақын. Сондықтан да өзін бәріне кінәлі, жазық сезінеді. Әлемнің бір бұрышындағы әділетсіздік те, ғаламдағы ғадауаттар да жүрегін сыздатып, аш жүректерді тойындырғысы, жалаңаштарды киіндіргісі келеді. Ол өлеңнің нәзіктігін, әлемнің сұлулығын, сөздің шыншылдығын, сұлулардың көз жасын, сәбилердің тыныштығын күзететін қарауыл. Теңіздің толқыны, қараша тұманы, сәуірдің жаңбыры, найзағай жарқылы, барлығы дерлік оның жыр жазатынынан хабардар. Оның өзіндік әлемі бар. Менің жазып жүргенім өлең бе өлең емес пе, мысалы. Поэзия ма поэзия емес пе. Оны да тағы да білмеймін, тек жазылған нәрсені жазам, ұнаған, маған әсер еткен нәрсені өлең деп есептеймін. Яғни менің сонау бір санамның қатпарында қалған бір нәрселерге тисе, жүректің түбіндегі бір нәрселерді қозғап кетсе, соны өлең деп есептеймін. Солай. Ерлан Жүніс, ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі. 1984 жылы Алматы облысы Жамбыл ауданында дүниеге келген. 2006 жылғы Шабыт халықаралық фестивалі Гран-при жүлдесінің және президент кубогының иегері. 2012-2013 жылғы мемлекеттік стипендия иегері. 2009 жылы үздік журналист алтын белгісін алған. Жыр перзент, киелі түндердің дұғасы, Хауас және Ғаусар кітабының авторы. Мен өлеңнің алғаш былай жаза бастаған кезім қызық болды. Алдында бұл сол 5-ші класстағы бір әнді ыңылдап отырам да, сол әннің сөзін ұмытып қаламын. Мысалы көбіне халық әндерін, өйткені анам өзі халық әндерін үйде көп айтатын.
сол ұмытып қаламын да жаңағы өзім ойымнан айта беремін құрастырып. Ең алғаш солай өлең жаздым. Оқушылар, өтілген жаңа тақырыпқа орай бірқатар тапсырмалар орындаймыз. Сендерге ұсынылатын тапсырмалардың бірінші тапсырма. Ақын неліктен 6 жасар бала, 6 жасымда деген сөздерді қайталап қолданады. Автордың 6 жасында Қазақстан өмірінде қандай тарихи оқиғалар болуы мүмкін? 4-5 сөйлеммен ойларыңды жазыңдар. Екінші тапсырма. Төмендегі сызбаны пайдалана отырып, менің атым тәуелсіздік өлеңіндегі автор бейнесі мен авторлық ұстанымның қалай көрінетіндігін анықтаңдар. Сызбаға назар аударамыз. Автор өткен оқиғаларды қалай есіне алады? Автор тәуелсіздікті неге балайды? Автор тәуелсіздіктен не күтеді деп ойлайсыңдар? Оқушылар өздеріне берілген тапсырмаларды мұқият орындады деп ойлаймын. Және тапсырмалар қиындық тудырмайтындығына сенімдімін. Бүгінгі өтілген тақырып бойынша үйге берілетін тапсырма өлеңнен үзінді жаттаймыз. Және топтастыру сызбасы арқылы тәуелсіздік ұғымын түсіндіріп топтастырамыз. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.